Сәлем достар, бұл ревью біз бастаймыз. Аңсаған соңғы қоңыраудан кейін ел оқушылары демалысын қайда барып өткізбек? Ана болуымыз керек, отбасын құруымыз керек, біздің жұмысымыз бала туу емес пе? Кешьюдің концерті құдалыққа ұласты. Баян Есентаева қыз ұзатуға дайын ба? Дима Билан енді мамандығын ауыстырып фотографқа айналды. Айқыннан Адемиге. Неге Сосо Павлиашвили қазақстандықтармен ән шырқауға құштар болып алған? Твиттердан тағы бір тосын сый. Интерфейс қызметін жеңілдетті. Алматыға қонаққа келген 250 қытайлық бала жергілікті тамақ пен табиғатқа қатты ғашық болған. Бүгін барша Қазақстан мектептерінде соңғы қоңыраудың үні естілді. Біреулер түлек атанып үлкен өмірге қадам басса, біреулер тағы бір сыныпта аяқтап жазғы демалысқа асықты. 9 ай білім құдығын инемен қазғандар қайда барып көңілін тынықтырғанды ұнатады екен. Оқушылар да өз демалысына жоспар құрып, жазғы армандарын жіпке тізіп дайын отырған болар. Өзімнің Қазақстанда, Алматыда демалуымды ешқайда бармаймын. Шетелге шығып, сосын ата-анаңмен шетелге шығып, бір айға жоспарлап. Ауылға дегенде, туған жеріме қыдыруға. Қолақпандай дипломын құшақтап, екі қолға бір күрек таппай жүрген жас мамандардың қатарын бүгінгі түлектер толтырмас үшін кәсіп таңдауда жаңылыспаған абзал. Алпауыт компаниялар техникалық мамандықты меңгергендердің аяқ қолын жерге тигізбей жұлып кетуге бар. Жоғарғы оқу орындарына түсе алмай сандалғандарды да құшақ жая қарсы алмақ. Елдегі ірілі-кішілі компаниялардың қатысуымен жүргізілген сауалнама нәтижесі техникалық мамандықты меңгергендердің тапшылығын байқатады. Қызмет көрсету саласында да жұмыс жасағысы келетін жандар жоқтың қасы. Ауыл шаруашылығы мен жеңіл өнеркәсіпте іскер азаматтарға қол жеткізе алмайды ал. Республика аумағында 130 000 бос орынның бары анықталды. Құрылыста, кәсіпорындарда жылжымайтын мүлікті сатумен айналысатын компанияларда білім беру саласында мамандар тапшы. Бұрын ірі бизнес иелері жұмысшыларды көп сұрататын болса, бұл жолда кіші кәсіпорындардан ұсыныс көп түсті. Жұмыс берушілердің ұтымды ұсыныстары мен вакансиялары мол болғанымен лайықты қызметке орналасуды қалап, шар құрған жас маман да жетіп артылады. Ұстаздардың пайымдауынша түлектер еңбек нарығын толыққанды зерттеп, қат кәсіп иесі атанбайынша бұл теңсіздік жалғаса бермек. Мамандық таңдауда сол жіберіп жатқан қателіктер түзеле қойды деп айта алмаймыз. Сол тенденция, сол инерциямен әлі жүріп жатқан жағдайы бар. Мектептің эндісімен келіп, сол жоғарғы бал алғандар жаңағы престижді мамандықтарға түсуге тырысады. Бірақ оларға қазір үкіметтің қаулысы да бар, одан қазіргі жағдай бар. Оларға грантты азайтып тастаған. Дегенмен екі қолға бір күрек таба алмай сандаларын бүгінгі студент жақсы білсе де, сұранысқа ие мамандықты таңдауға құлықты емес. Жайлы кеңседе отыру басым бөлігінің басты мақсаты. Шымкент қаласында ОБТ тапсырдым. 87 балл жинадым. Сол балымның жеткеніне қарай металлургияға жетті. Бірақ мен металлург болмаймын. Жай ғана грантым болған соң, Құдай қаласа второй высший оқып, өзім қалаған мамандығымнан содан экономика және бизнес мамандығына Құдай қаласа түссем деп жатырмын, екінші. Көбісі мысалы құқыққа кетеді, анаға жұмыс тапшы оған. Ал қазір агрономдар көп, но бірақ оны бітіргенімен көбісі 80% студенттердің басқа жеке мекемеге кетіп жатыр жеке жұмыс. Өйткені бұған андай қаланың бұл ауылды жерлері қаланың студенттері ауылға бармайды. Математика барлық жерде қолданады, сол үшін маған оңайырақ болады табуға. Тәжірибе керек, сол үшін сол жағы қиын сәл. Юрист оқуын бітіргенмін Шымкент университетінде. Әр жерде істедім, бірақ мамандығы бойынша істеген жоқпын. Жас маманның тағы бір қалауы жоғары жалақы, бірақ жұмысын ұсынған компаниялар бұл талапты орындауда асықпайды. Әдема Сейфулла, Руслан Хасанов, Юлдаш Құдайбергенов, ревью жаңалықтары. Дипломы қолына тиген сәттен әр студентке жұмыс тақырыбы сары уайым болатыны бар. Еліміздегі беткөстар болашақ жобасының түлектері болса, үлкен қызметтерді көздейтіні жасырын емес. Болашақтың алғашқы қарлығаштары қазір қандай биіктерге шыға білді? Егемендігін енді алып, буын әлі қатпаған мемлекеттің өз жастарын шетелдің үздік оқу орындарына білім жолына жіберуін ол кезде түсінгендер некен саяқ. Сол болашақ бағдарламасының алғашқы қарлығаштары қазір 40-тың қырқасына шыққанда елге тұтқа болып, түрлі лауазымды қызметтерде отыр. Қазіргі таңда олардың орташа жалақысы 400 000 теңге. Болашақ бағдарламасы өзінің пайда болғаннан бастап сындарға ұшыраған рас, яғни бірақ оның барлығы қазір ретке келтірілді деп айтсам
болады. Ол жалпы бір стереотиптік көзқарастағы дүниелер болатын. Қазір салаландырды болашақты. Бұл азамат та болашақ бағдарламасына түсу үшін ағылшын тілін жетілдіріп 2 жыл даярланған. Осыған дейін әлемнің 40 шақты елінің 220-ға тарта үздік білім ордаларында 12 мыңға жуық қазақстандық оқыған екен. Болашақтықтардан бүгінде 1 министр, 4 вице-министр, 5 қала әкімі мен 3 әкім орынбасары, 80-нен астам мемлекеттік мекеме жетекшілері мен 110-нан астам ұлттық холдинг пен компания басшылары шыққан. Болашақ әлемдегі өзі тектес бағдарламалар ішінде үздік деп мойындалған. Бүгінгі менің ойларым, перспективаларым, амбицияларым осы болашақ бағдарламасымен тікелей байланысты деп айтсам болады. Себебі Ұлыбритания жерінде алған білімім осы Қазақстанның болашағына, игілігіне асырсам деген ниетім бар. 2015 жылғы дерек бойынша әрбір 11-ші болашақ иегері өзінің грантынан айырылған көрінеді. Тіпті шетелде өмір сүруге қалып қойғандар да қаншама. Бірақ бүгінгі Бауыржан Байбек, Ерболат Досаев, Ержан Ашықбаев, Азат Машабаев, Рашид Әміров, Ғабидулла Абдрахимов сынды белгілі тұлғалардың жолын талайлар мақтан тұтса керек. Қазір олар шенеунік, топ-менеджер, басқарушы фигура ретінде Қазақстанның жаңа 1000 жылдықтағы саяси әкімшілік элитасына айналды. Серік Ноянбайұлы, Руслан Хасанов, Ревью жаңалықтары. Бұл бүгінде саясат саласында жүрген болашақ бағдарламасының танымал түлектері. Ендігі кезекте өнер өлкесіндегі жұлдыздардың мектеп қабырғасындағы қызықтарына тоқталсақ. Мәселен, оқушы кезінде Аша Матай 3-тік бағаға оқыса, Нұржан Керменбаев сабақтан жиі қалатын балалардың тізімінде болыпты. Алтын ұясынан таудай болып шыққан жұлдыздардың тардай кезіндегі қызықтары жетерлік. Әуел олардың сабақ үлгерімін біліп көрдік. Әнші актриса Аша Матай 7-ші сыныпқа дейін үздіктердің тізімінде болғанымен, кейін нашар оқитын шәкірттердің қатарына кіріпті. 4-тер пайда болды. Сөйтіп арасында мен есімде географиядан 3 болған менде. 7-ші сыныпта мен жылап үйге келіп, содан кейін ата-анамның айтуы бойынша ең бастысы ол баға емес, ол білім. Ал мектеп қабырғасында Арман Қоңырбаевқа бір қызығы 5-тік баға бұйырмаған екен. Орташа дейді ғой, ударник. 4-ке оқыдым, шын керек 9-ші сыныпқа дейін. Енді ары қарай колледж, университет айтпақ қойын. Бүгінде ел алдында ән салып жүрген өнерпаздардың ішінде сабақтан жиі қалатын оқушының бірі қазақтың қара баласы. Нұржан мектептегі мәдени іс-шаралардан қалыс қалмау үшін өзге пәндерді құрбан еткен. Былай айтқан кезде сабақтан кетіп қалудың бір жолын тапсақ болды. Әйтеуір сабақтан кетіп қалуға дайын тұратынбыз жалпы. Ол рас, оны жасырмаймын. Бірақ дегенмен ол мынау есейген сәтімде басталған тірліктер шығар деп білемін. Ал олардың ішінде бұзықтығымен көзге түсіп атаман деген атақты да еншілегендері бар. Мен 5-ші классқа дейін бірінші атаман болдым. Ол кезде шынымен біздің кезімізде бірінші атаман болатын. 5-ші классқа дейін бірінші атаман болдым. Одан кейін 2 классты қосып жіберді. Одан кейін бізде атаман жоқ, бәрі бір-біріне қорықпайтын болып кетті. Сондай-ақ көк жәшіктен күнде көретін өнерпаздардың барлығы алғашқыда әншілікті армандамаған. Жалпы өзім ойым, мен футболист боламын. Жаңағы футболға кетемін, спорт туғам деп ойладым, бірақ өкінішке орай әкем жіберген жоқ. Енді о заманда бізде жаңағы доп ойнаған тозар, асық ойнаған назар дейтін мақал бар ғой. Екеуміз де юрист болғымыз келеді. Маған да юрист боласың деп кішкентай кезімде юрист боласың деп. Негізі өнер болмаса юристке түсеміз деп. Осылайша отандық шоу-бизнес өкілдері балалық шаққа саяхат жасап, мектептегі жылдарын сағынышпен еске алды. Бүгінде олар ең бастысы өнер жолын таңдағандарына дән риза. Серік Қазаязбаев, Никита Хасанов, Ревью жаңалықтары. Әлеуметтік желіні аша қалсаң, соңғы қоңырауда түскен суреттерден көз сүрінеді. Бірақ юзерлер мұндай отбасылық естеліктерін Твиттерден көрі Facebook пен Instagramға көбірек жүктейтін болып шықты. Твит 140 таңбадан аспауы тиіс деген шектеу маңызды күнді әспеттеп, ардан көсілуге кедергісін келтірсе керек. Ол қылықтың орнын толтырған Джек Дорси құрған интерфейс әкімшілігі бір қатар өзгерістер енгізген. Енді аккаунттардың иесінің аты айқұлақсыз жазылмақ. Бұл қолданушыларды іздеуді жеңілдетпек. Бұған қоса ретвит жасаудың арнайы таңбасы пайда болды. Оны баса қалсаңыз, мақсат мезетте орындалады. Бірер уақыт бұрын қалдырған жазбаларды қайта жаңғыртуға да мүмкіндік туды. Кешьюдің есеп беру кешінің соңы жағымды жаңалықпен жалғасын тапты. Қыздардың өнеріне тәнті болған Нағима Есқалиева баянға құда түсіп, топтағы арулардың бірін келін қылуға ниет білдірген. Ал тосынан келген ұсынысқа Есентаева да қарап қалған жоқ. Халық әртісіне пысық продюсердің қояр талабы бар. Кешьюдің концертінің соңы дәл осылай той тақырыбының аясында өрбиді деп ешкім ойламаған еді. Кештен кейін мерейтойды атап өту мақсатында әріптестерінің басын қосқан Баян мен Бағымға тосыннан құдаласу туралы ұсыныс түседі. Мне очень понравилось сегодня блода, да, как на сцене сегодня вела. Просто настолько замечательно. Я айтып отырмын, надо знатары болсын бұл. Осыдан кейін құдаласуды одан бетер бүркіт қыздыра түсті. Құда түсеміз деп па? Сырға тағу керек.
Қазір кешеудің мамасы Баян Есентаева болып отыр ма? Нағима Есқалиеваның мұндай шешімге келуіне концерттің жоғары деңгейде өтуі себеп болғанға ұқсайды. Осыдан кейін халық әртісі аталмыш топтағы Ақботаны келін қылуға қамдана бастаған сынды. Алайда әнші қыздың өнердегі әпкесіне берер жауабы мынадай. Құда түсіп жатады барған жерлерімізде келін қылып алып қалсам екен шіркін-ай осы қызды деп. Ондай нәрсеге қарсы емеспін. Қанша жермен біз өмір бақи мысалға осының соңында кете бермейміз ғой. Ана болуымыз керек, отбасын құруымыз керек. Біздің жұмысымыз бала туу емес пе? Тосыннан түскен ұсынысқа топтың қос продюсері таңырқап қалғанымен халық әртісімен құдаласуға қарсы емес сияқты. Вот раньше как женились, знали родители. Бұрындар алдымен ата-анасы танысып біліскеннен кейін шаңырақ көтеруге 2 жасқа рұқсат етілген. Біз Нағима Ғабдолқызын танимыз, сондықтан Диастың жақсы жігіт екеніне еш күмәнім жоқ. Диас очень хороший парень. Я не против. Шынымды айтсам, Нағима Есқалиевадай тұлғаға құдағи болуға қарсы емеспін. Диас та жақсы жігіт, бірақ қояр талабым бар. Қыз керек болса тек 6 жыл күтуі керек. Баянның мұндай талап қоюы да орынды. Өйткені өткен жылы кешеуге қабылданған жаңа құрам продюсермен 7 жылға келісім шартқа отырған болатын. Сондықтан құда түсуші тараптың күтуіне тура келеді. Серік Қазаязбаев, Рысбай Ақыш, Ревью жаңалықтары. Ал біз жалғастырамыз. Шығармашылық үндестік пе, әлде қалтаны қалыңдату ма? Жыл басында Айқынмен дуэт жазған Сосо Павлиашвилиге біздің елмен бірлесіп жұмыс істеу жанына жаққан сынды. Қазақстандық өнерпаздарға қызығушылық танытқан грузин әншісі енді Адемимен бірге ән шырқауды жөн деп шешкен. Сосо мен Адемидің арасында шығармашылық қарым-қатынастың орнауына дәл осы жаңа толқын байқау себеп болған. Аталмыш ән додасында қазақстандық әншінің өнеріне тәнті болған Павлиашвили дуэт жазу туралы ұсынысты өзі тастапты. Мен бастапқыда бірден келісім беруге асықпадым, өйткені оның осы жылы Айқынмен дуэт жазып клип түсіргенін білемін. Сондықтан оның қадамын қайталады дегеннен қорықтым. Содан кейін алғашқы ойымнан айнып, жұмыс істеуді жөн деп шештім. Павлиашвилидің тартуы мұнымен шектелмейді. Адемидің айтуынша олар шырқайтын ән Сосоның авторлық туындысы болса керек. Біздің шырқайтын әніміз өте көңілді, позитивке толы. Трек «В моем сердце весна» деп аталады. Сондай-ақ ән жазу барысында Сосо білгенін үйретіп, тәжірибесімен бөлісті. Шынымды айтсам, сондай әншімен дуэт жазғаныма қуанамын. Адемидің ән айту шеберлігіне тәнті болса керек, Сосо сыйлық ретінде 80 жылдары жазылған тағы бір сүрленген туындысын тарту еткен. Ал қазақстандық әншілермен дуэт жазуды жиілеткен. Павлиашвилидің бұл қадамын Адеми шығармашылықтағы шыңдалу деп баға беріп отыр. Менің ойымша, шығармашылық адамы бір ғана іспен шектеліп қалуы ақымақтық болар. Өз басым мұнымен шектелмеймін. Бұл жолы Сосомен бірігіп ән жазылса, келесіде Дубцовамен дуэт айтуды жоспарлап отырмын. Ал бүгінде ән жазу студиясындағы жұмыстарын аяқтаған Сосо мен Адеми шілде айында аталмыш трекке Мәскеу қаласында бейнебаян таспаламақ. Серік Қазаязбаев, Ерлан Абдуалиев, Ревью жаңалықтары. Бұл дуэттің бағасын көрермен бере жатар. Әнші көбейген сайын талғам да жоғарылай түседі ғой. Айтпақшы, Дима Биланның фотографқа айналғанын естіпедіңіздер. Оның да еңбегін патша көңіл көрермен сіздер ғана саралайсыздар. Бұл клип бұрынғыдан өзгерек. Ізденуден бір сәт тынбайтын Дима Билан жаңа бейнебаянында өзін басқа қырынан танытпақ болған. Голливудтық продюсер Сэм Арутюнның жетекшілігімен Лос-Анджелесте түсірілген екен. Су жаңа бейнеклипте Билан мырза қызға ғашық фотограф образын сомдайды. Неделимые әнінде бір ұрсып бір табысатын ғашықтардың өмірі суреттеледі. Шықпай жатып хит әндердің тізіміне еніп үлгерген клип романтикаға толы. Наши чувства для безумия ранимые, ночи длинные, длинные. 34 жасар тележүргізуші Алена Водонаева өзінің тұрмысқа шыққалы жүргенін растады. Көптен бері жұрт тойдың жақын екенін сырттай болжап жүреді. Енді Алена біз той күнін белгіледік деп қуанышымен бөлісті. Естеріңізге сала кетейік, бірінші сәтсіз некесінен ұл жетелей келген Аленаға күйеу жігіті Таиландта жүргенде сөз салған көрінеді. Көп ойланған ару я деп келісімін берген екен. Ким Кардашьян өзінің отбасылық мерекесін қалай тойлағанын айтып берді. Жары Кани Уэстке менің барым да, нарым да өзіңсің, бақытыма себеп болған бір сен ғана деген жазба қалдырып, жұптасып тұрған фотосымен бөлісті. Үшінші некеден бала сүйген Ким соңғы жүктілігі ауыр болғандықтан суррогаттық жолмен болса да кезекті рет ана болғысы келетін ниетін жасырмады.
Джонни Депп пен Ванесса Парадидің 16 жасар қызы Лили Роуз Шанельдің жаңа иіссуының бет бейнесіне айналмақ. Бұрын модель әрі актриса ретінде көрермен көзайымы атанған арудың әйгілі сән үйімен атқарғалы отырған бұл тұңғыш жұмысы емес. Енді жарық көретін парфюм мамыр айының раушан гүлдерінің иісі іспетті болмақ. Оны ойлап тапқан Оливия Польш. Брендтің жарнамалық түсірілімдері күзге жоспарланып отыр. Иіссу десе қалтасындағының барын беруге әзір бикештер алдын ала кезекке тұра берсе болады. Самал Сатқанғалиева, ревью жаңалықтары. Бұл енді Голливуд балапандарының еңбегі. Ал біздің отандық жастар қоғамға зор пайдасын тигізіп жүр деп айтуға толық негіз бар. Оған мысал семейлік жастар. Белсенділер қалада орын алған келеңсіз жерлерді суретке түсіріп, өздері ашқан сайтқа салады. Тұрғын үй коммуналды шаруашылық қызметкерлері барлығына үлгермей жатқандықтан жаңа сайт арқылы жүк ауырын бірге көтеріспек. Санаулы ай ішінде 500 мәселе қаралып, оның 150-і шешімін тапқан. Семейлік жастардың белсенділігі қала тұрғындарының көңіліне жағып жатса керек. Ал Алматыға сонау Қытайдан келген 250 колледж оқушысы жергілікті асхана мен әсем табиғатқа аңсарлар ауды. Олар достық пойыз аталатын шара аясында халықаралық ынтымақтастықтың өкілі ретінде елімізге алғаш табан тіреген. Қытай, Вьетнам, Сингапур, Тайвань, Жапон, Гонконг және Корея елінің бұл жастары Кунчан қаласының халықаралық колледжінде білім алады. Бұл оқу орнының жастары қазақ даласына алғаш рет аяқ басуда. Аспан асты елінен келген 250 мейманды күтіп алушылар алматылық студенттер. Олар шетелдік құрдастарына құшағын ашып, салтымызбен таныстырып, түрлі спорттық шаралар бойынша бәсекеде түсті. Біз мұнда халықаралық достық мақсатпен келдік. Бүгінгі достасқан жастар ертең елдің ынтымағына қызмет ете алады. Түрлі ұлттардан құралған 250 бала Алматыдан жақсы әсер алды. Енді сіздерді қонақта күтеміз. Ұлы Қытай қорғанының арғы жағындағы студенттер Қазақстан туралы естіген болса да етене білмейді. Достық пойызды аталатын бұл сапарлары оларға жүздеген жаңалық ашты. Бірі Алатау бөктерлерінің сұлулығына тамсанса, бірінің қазақы тағамға тәбеті оянған. Қазақстанда бізді мен күткеннен де жылы қарсы алды. Шынымды айтсам, таза ауаға, табиғатқа және бойы ұзын қазақ баласына ғашық болып қалдым. Бізді ұлттық аспап домбырамен таныстырды. Сосын қазақ дәстүріне қатысты біраз қызықтарды естідім. Мен тамаққа аса талғампаз едім. Бұл жақтың тағамдары да ұнады. Бұл елге келешекте турист ретінде жаңа танысқан достарыма келіп тұратын шығармын. Хуанг досы саяхаттап келсе, Нұрлан оны күтіп алуға дайын. Аңғарымпаз жастар Алматының көрікті жерлерін, мұражайларын аралап көңілдеріне біраз нәрсені түйгені анық. Студенттер бір-бірімен танысып, бір-бірімен электрондық адрестермен алмасып, болашаққа осындай жаңағы қарым-қатынастар орнатуға мүмкіндік беріп жатыр. 2 күнгі саяхат Кунчандық әр студенттің жүрегінде бір жақсы дүние ұялата алды деп сенеміз. Саяси емес, жолдастық аренада табысқан жастар бірін-бірі қимай қоштасып жатты. Серік Ноянбайұлы, Никита Хасанов, ревью жаңалықтары. 250 оқушыны бір мезетте салонына сыйдырып, жол кептелісін елемей алып мегаполис аралап шығар автобус пайда болды. Аспан асты елінің өнертапқыштары ойлап шығарған Transit Elevated Bus 32 метр ұзындығы мен 8 метрге жетіп жығылатын енінің арқасында жолда тұрған темір тұлпарлардың үстінен өте алады. Метро мен монорельстердің жылдамдығынан кем түспейтін болашақтың автобусын қала көшелерімен жүргізу де әлде қайда арзан болмақ. Бейжіңде бұл көлік бір жылдың айналасында іске қосылады деп жоспарлануда. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Көріскенше аман сау болыңыздар. Жүргізушілерге киім сұнған La Moda интернет дүкені.